міндетін білу керек. Яғни заңды білу деген сөз өзінің қорғана білуіңді білу деген сөз. Сол себептен біз осы тақырыпта ақпаратты сағат өткізіп отырмыз. Қазір сіздерді өзімізге қатысты заңдармен тағы бір шолу жасап таныстырып өтемін. Одан кейін өзара пікір бөлісетін боламыз. Одан кейінгі құқықтық сауаттылық пен құқықтық қорғау, кәсіби дамуымыз, мектепке дейінгі тиімді жұмысын ұйымдастыру, заңнаманы сақтау міндеті осындай бөлімдерден тұрады. Оның ішінде бізді ең басты білеміз білім заңы білу керектісі. Білім заңы, одан кейін еңбек кодексі, одан кейін педагог мәртебесі туралы заң табылады. Әрбір заңда өзінің арнайы міндеттері жазылған. Педагогикалық үрдістің қағидалары қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін нақтылайды. Келесі Қазақстан Республикасының педагог мәртебесі туралы заңы. Бұл педагогтардың барлық құқықтары мен міндеттерінің кепілдіктерін береді. Қанша сағат жұмыс істеуіміз керек, қалай демалуымыз керек, немесе қандай гранттар бар, осының барлығы осы педагог мәртебесі заңында жазылған. Одан кейінгі тағы бір білетініміз ең басты баламен жұмыс істегеннен кейін Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заң. Балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғайтын заң. Яғни осы заңдарды басшылыққа ала отырып, біз өзіміздің педагогикалық жұмысымызды іске асырамыз. Енді біздің білім заңындағы ең бастысы бұл 30-шы бап. Онда мектепке дейінгі қабылдануларыңыз, егер еңбек ету басында қандай қателіктер болмаса, оны қандай тәртіптік шара қолданатыны, сонымен бірге онда сіздер демалыс уақыттарыңыз, содан кейін марапаттауға қалай лайықсыз, егер сіздер бір жетістікке жетсеңіздер, сіздер марапаттау, көтермелеу, сыйақылар беру сияқты жұмыстар жүргізілу керектігі, сонымен бірге еңбек шартына отырып, қандай міндетке жауапты екендіктеріңіз осының барлығы еңбек кодексінде көрсетіледі. Одан кейінгі жағдайды шешіңіз деп аталады. Бірінші жағдай ата-ана тәрбиешіге дауыс көтеріп шағым айтып тұр. Ата-ана дауыс көтерсе, біздер байыппен, сабырмен тыңдап, сосын ең бірінші сабырмен тыңдап отырып, соған не болғанын, мысалы, қандай жағдай болғанын түсіндіріп байыппен айтуымыз керек. Келесі екінші жағдай меңгеруші педагогқа жұмыс уақытынан тыс шараға міндеттеді. Бұл заңды ма? Жоқ, заңсыз. Заңсыз. Бірақ мүмкін бе? Жұмыс уақытынан тыс шараға міндеттеу. Онда неге сүйенеміз? Ол кезде еңбек шарты болады ғой, ішкі еңбек тәртібі. Қоғамдық жұмыстарға қатысу, жиналыстар, жоспар бойынша, мекеменің жоспары бойынша шараларға қатысу. Келесі жағдай. Әлеуметтік желіде педагог туралы жағымсыз пікір жарияланды. Қандай әрекет жасау керек? Ең бірінші деймін, бұл жағымсыз пікір не үшін жарияланды? Соны зерттеп алу керек. Педагогты қорғау, шама келгенше қорғауымыз керек, педагог заңын. Педагогты сенбілікке шығару міндетті ме? Жоқ. Педагогты ата-ана видеоға түсіре ала ма? Жоқ қой енді. Жаңағы сөз. Педагогты қосымша жұмысқа келісімсіз тартуға бола ма? Не нәрседе келісіммен болады, да? Келесі. Енді заңды біреу жаңа айтып кеттім. Өзіңізді қорғау ғана емес, кәсіби сенімділіктің белгісі дейді. Яғни заңды біліп тұрсаң, сен заңның аясында өзіңді қорғай аласың. Ата-анаға болсын, болмаса басқа бір шарада болсын, мынандай заңның мынандай бойынша мен өз құқығымды қорғаймын деп айтуға праваңыз бар, да?